Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге красный бархат атты торттың рецептісін ұсынғым келеді. Рецепт өте оп-оңай, тез жасалынады, ең бастысы өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, каналыма тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып, все деген нүктені таңдауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа қантымызды саламыз. Оның үстіне ұнымызды сеткадан өткізетін боламыз. Қопсытқышты қосамыз, яғни разрыхитель. Какаоны қосамыз. Және ас содасын қосамыз. Жұмыртқа. Айран. Айран бөлме температурасындай болу керек. Сұйық май. Енді барлығын жақсылап миксерлейміз. Осындай сұйықтық болу керек. Енді осы сұйықтығымызға біздің қызыл краситель қосатын боламыз. Краситель арнайы тағамға арналған, кез келген кондитер дүкеніне барсаңыздар сатып алуларыңызға болады. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа пісіретін боламыз. Менде жылжымалы форма, диаметрі 20, астына фольга қойдым. Енді осы сұйықтығымызды осындай жылжымалы формаға екі бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Пеші әртүрлі 180 градуста піскен-піспеген білу үшін ағаш таяқшаны салып тексереміз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысқа суық сливкиді қосып, жақсылап миксерлейміз, дәл осындай болғанша. Оның үстіне сахарная пудра және творожный сырды салып, тағы да кішкене мөлшерде миксерлейміз. Міне достар, біздің креміміз өз формасын ұстады. Енді осыны біз кондитер қапшығына салатын боламыз. Міне біздің коржда пісті, осында үлкен көтеріліп піседі. Обтяжкасына крем дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға сахарная пудраны сеуіп, жақсылап тағы да миксерлейміз. Дәл осындай күйде болғанша. Оның үстіне біздің творожный сырымызды саламыз. Екеуін жақсылап тағы да миксерлейміз. Бізде сары май сары түс болғандықтан ақ краситель қосамыз, әппақ болу үшін. Жақсылап араластырамыз. Енді біздің обтяжка кремімізге қызыл красительді қосамыз. Бағана айтып өткендей, кез келген кондитер дүкенінде сатылады. Дәл осындай түс береді. Бұны да кондитер қапшығына салып қоямыз. Енді красный бархаттың сборкасын жасайтын боламыз. Ол үшін біздің корждарды екі бөлікке бөліп аламыз. Менде 4 бөлік болды. Ең алдымен тортымыз жақсы тұру үшін кремімізді жағып аламыз. Оның үстіне біздің коржымызды қоямыз және ацетатная пленканы жан-жағына қоямыз. Енді біздің тортымыз түзу болып шығу үшін, бірдей болып шығу үшін. Бетіне кремімізді жағамыз. Бұл пленка негізі кез келген кондитер дүкендерінде сатылады. Кремімізді жаққаннан кейін, оның үстіне қайтадан коржымызды қоямыз. Барлығын осылай кезек-кезек қойып шығамыз. Менде яғни 4 бөлік болды. Соңғы бөлігі. Енді достар, бұл тортты біз тоңазытқышқа жарты күнге қойып қоямыз. Яғни 12 сағатқа қою керек. Және біздің обтяжкаға арналған кремімізді де яғни тоңазытқышқа салып қоямыз. Менде 12 сағаттай тұрды тортымыз. Енді пленкамызды алатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгенде алсаңыздар болады. Енді достар, біздің дайындаған кешегі обтяжкаға арналған кремімізді дәл осы видеода көрсетілгендей торттың жан-жағына жағып шығамыз. Ол бізде тоңазытқышта тұрғандықтан өте жақсы жағылады. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Міне достар, менде болды. Енді әсемдік үшін менде клубника, голубейка және мята бар. Осылармен әсемдейтін боламын. Осылай әсемдедім, өте керемет, дәмді болып шығады. Кез келген адамға дәмі бір көргеннен ұнайды. Қазір кескенде қандай болатынын көрсететін боламын. Мысалы, кескен кезде осындай тойымды, ең бастысы өз қолдарыңызбен жасайсыздар. Кез келген дүкеннен емес, өздеріңіз үйден жасағандарыңыз әлде қайда өте тиімді және бағалы. Сіздермен болған Арайлым, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.